Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен екінші бөлімнің 6-шы сабағын өтетін боламыз. Граммар ережеге біз предлогтарды өтеміз. In деген предлог, on, under деген. In деген предлогымыз егер белгілі бір заттың ішінде тұрса, in деп айтамыз. On дегеніміз үстінде тұрса, столдың үстінде, кітаптың үстінде, дәптердің үстінде деп айтатын болсақ, on деп айтамыз. Under дегеніміз астында, көріп тұрғандарыңыздай. Мына жерде қараймыз. There are a pen in the book дейді, There is. Дәл қалам. There are болса бірнеше болатын еді, There are 2 pens on the book. Не дейді? Екі қалам, ручка қайда тұр дейді? On the book. Кітаптың үстінде тұр дейді. Exercise 1. Look, read and complete. Оқы, қара, оқы және жалғастыр дейді. Мына суретке қараймыз. Біріншісінде үстінде тұр. Үстінде тұрса, яғни біз on деген предлогты қоямыз. There is a pencil on the book. Екінші сөйлемге қараймыз. Предлогымыз бұл жерде on. Екіншісінде астында тұр. Астында болса бізде under болады. There is a rubber under the book. Яғни міне астында деген under дегенді мұнда жазамыз. Мұнда үстінде тұр, кітап үстінде тұр. There is a book, the school bag дейді. Үстінде болса, біз қандай предлог қоямыз? On. Яғни мұнда on деп жазамыз. Төртіншісі. There is a pen, ручка, қайда тұр дейді? The school bag. Ішінде, егер ішінде болса, біз не дейміз? In дейміз. Яғни мұнда біз in деп жазамыз. Exercise 2. Look, read and write дейді. Yes or no дейді. Мына жерде сөйлемді оқимыз және я және жоқ деп жауап береміз. There are 3 books on the desk дейді. Не дейді? 3 кітап on the desk дейді. Desk деген бізде парта, партаның үстінде дейді. Yes деп жауап береміз. There are 2 rulers on the desk. Ruler деген бізде сызғыш. On the desk дейді, партаның үстінде тұр, Яғни біз мұнда yes деп жауап береміз, Екіншісі де yes болады екен. Үшіншісі. There are 2 school bags under the desk дейді. 2 school bags. 2 сумка қайда тұр дейді? Under деген бізде астында. Астында тұр дейді партаның. Астында тұр ма? Жоқ, астында тұрған жоқ. No деп жауап береміз, There is a book in the blue school bag дейді. Мына кітап, мына кітабымыз in the blue school bag дейді. Көк сумканың ішінде тұр дейді, Яғни yes деп жауап береміз. There is a pencil, мына карандашымыз қайда тұр дейді? Under the red school bag. Under деген астында. School bag'ның астында тұрма дейді мынау сумканың. Біз жоқ деп жауап береміз, Сабағымызды закрепим, қарадық. Біз предлог өттік. In, on, under деген. In деген предлогымыз егер белгілі бір зат, бір адам ішінде тұрса, in деп айтамыз. On дегеніміз бір заттың үстінде тұрса, on деп айтамыз, Under дегеніміз астында тұрса. Түсінікті болса, лайк басамыз, тіркелеміз.